Сәлем баршаға. Құрметті ата-аналар және талапкерлер. Менторство группасына қош келдіңіз. Әсіресе VIP группаға деп айтайын, VIP группалағандарға қош келдіңіздер. Жалпы бұл менторство не, қандай жоба, кімге арналады? Бұйырса осы алдымыздағы 7-8 ай, 9 ай, яғни 25 тамызға дейін сіздермен не істейміз? Қалай пайдалы боламыз? Мына сабақтарымыз қалай өтеді, тұлғалық даму дегеніміз не, дайындықтарымыз қалай болады, соның барлығын сіздерге қысқаша түсіндіре кетейін. Осы видеоны сақтап қойыңыздар. Бұйырса сіздермен жалпы бір жыл бойы жұмыс істейтін боламыз. Жалпы менторствоның ішіне бұйырса үлкен бір жоба болғандықтан арнайы сабақтарымыз, яғни бір талапкер проға арналған сабақтарымыз осының ішіне кіреді, жеке кездесулеріміз де кіреді осының ішіне. Ертеңгі күні бұйырса студент боласыз, сол кезде мына студент про деген сабақтар бар, оған да сіздерге арнайы доступ береміз бұйырса. Жалпы аталарымыздың балалармен жұмыс істеуі, әсіресе 9-10дармен жұмыс істеуі, мысалда мамандықтан атаның рөліне, сол сияқты біраз дүниені қамтитын үлкен жобамыз бұл жоба. Жалпы өзімді таныстыра кетейін. Енді мені танитындар бар, танымайтындар болуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай. Не болмаса енді бұл сабақтарымыз, негізі бұл видеомыз арнайы менторство VIP группалағандарға арналады. Өтініш, бұл видеоны тек қана өздеріңіз ғана көріңіз, болды, өзгелерге таратпаңыздар. Ал егер вдруг бұл видео басқа біреуге жаңағыдай жеткен болса, доступ алған болсаңыз, мысалда мына телефондарға хабарласыңыздар. Жалпы бұл жоба не туралы білмейтін болсаңыз, ары қарай қызық емес болуы мүмкін. Көрдіңіз да, мына менің телефондарым, WhatsApp группаларымыз. Жалпы мен өзім енді 15-16 жылдан бері осы білім саласында болғаннан кейін бірнеше жыл қатарынан қабылдау комиссия төрағасы болдым. Өзім грант экспертімін, сіз білетін бір грант болса, мен айтатын 14 түрлі грант бар. Өзім мотиватор коучпын, ғылым жолындамын. Сондықтан да бұл жалпы менторство группа тек қана арнайы белгілі ақы төлеп, бір жыл бойы бізден осылай арнайы сабақ аламын, қолдау аламын дегендер арналады. Сондықтан егер қателікпен осы видео сізге түскен келген болса, қателікпен осы сілтемені ашқан болсаңыздар, ары қарай жалғастырсаңыз да болады, жалғастырсаңыз да түсініксіз болуы мүмкін кейбір мәселелер, жалғастырмасаңыз осы тоқтасаңыз да болады, өзіңіз біліңіздер. Егер қосымша сұрақтарыңыз болса, мына менің телефон номерлерім, осыған тікелей немесе инстаграмға дайрект жазсаңыз да болады, WhatsApp жазсаңыз да болады. Біз барынша осы жобаның не екенін түсіндіретін боламыз. Жалпы менторство дегеніміз не ол? Ең бірінші соны түсіндірейік, кімдерге арналады, қашан басталады, қашан аяқталады, қысқаша енді осы туралы айтып кетейін. Менторство дегеніміз ағылшынша менторинг дейді, ағылшынша. Менторинг деген бұл тәлімгерлік, яғни қазақша сүйемелдеу деп айтайын, қолына ұстап жетектеу. Не үшін жетектеу маңызды? Менторство ол бүкіл, ол бизнесте де бар, ол оқушылар, талапкерлерде де бар, ол мұғалімдер арасында да бар. Мен сізге айтайын, наставничество деп айтамыз кей кезде. Ол жалпы кез келген ұғымда, кез келген салада болу керек нәрсе. Неге? Өйткені адам баласы белгілі деңгейде бір нәрсе істейтін қорқыныш болуы мүмкін. Мысалы, элементарно даже туризмде де бар деп айтайыншы, мысалы, бірінші рет шетелге ешқандай шықпаған адам тур сатып алады. Турдың өзі бір менторство былай қарасаң, не істейді? Сізді күтіп алады, қонаққа орналастырады, мысалы, белгілі шарттар, мысалы, одан кейін сізге қайда баруға болады, оған қанша төлейсіз, қанша шығын, бәрін сізге готов береді. Яғни сіз миыңыз тыныш, барасыз, демалып қайтасыздар. Көрдіңіз ғой да? Зато бір апта 10 күндік сізге бір тамаша, уайым қайғысыз не болды, бір тур қыдырып қайттыңыз. Сол сияқты менторствода сіздерге осы бір 8-9 айлық көлемде не істеу керексіздер, қалай істеу керексіздер, соның барлығын қолыңыздан ұстап, жаңағыдай барынша қолдау көрсетеміз. Бірақ бұл дегеніміз біз жасап береміз деген мағынаны білдірмейді. Біз сізге қолдау көрсетеміз, бағыт бағдар береміз, түсіндіреміз. Яғни ертеңгі күні жасайтын сіздер, ұмытпаңыздар. Яғни менторство мақсаты сіздерге әрбір нәрсені егжей-тегжеймен көрсету, егжей-тегжеймен түсіндіру. Менторинг деген осы. Кімдерге арналады? Кімдерге? Әсіресе 10-11-лерге арналады. Не үшін 10-11? 9-да маман таңдау болатын болса, 10-11-де уже маман таңдау плюс осы менторство сабақтарымыз кіреді, сүйемелдеу, яғни тәлімгерлік кіретін болады, хабарыңыз болсын. Қашан басталады? Жалпы басталу мерзімдері көбінесе біз сентябрьда бастаймыз, қыркүйектен бастаймыз, міне уже басталып жатыр. Сентябрь, октябрь, сосын ары қарай уже 25 тамызға дейін жалғастырамыз. Не үшін 25 тамыз? Өйткені жалпы біз үшін мына приемный комиссия аяқталады
келесі сезон басталады мысалы да. Әсіресе 11-лер үшін бұл өте маңызды кезең. Оған дейін сізге барынша ең өзіміздің қаншама жылға жасаған дүниелерімізді тәжірибемізді бөлісетін боламыз, жақсы ма? Алдыңғы жылдар біз бұны жасадық, тфәй енді көп адам алмасақ та жақсы нәтижеге жеттік. Есімде бір төрт баламыз қателеспесем бірнеше грант иегері болды, әсіресе менторствоның арқасында. Өйткені біз оған жыл бойы бағыттап отырдық. Мына грантқа қатысасың, мына тапсырманы орындайсың, мына жаққа барасың деген сияқты. Шынымен де оның нәтижесін көрдік. Сондықтан да біз осы жылы осыны сәл ұлғайтуға тырыстық. Енді осы жылы көп адам алмаймыз дедік, арғысы бір 50-60 адам алсақ жеткілікті деп, бәлкім сіз осы группада болсаңыз егер, қош келдіңіздер. Жалпы менторствода ата-аналар не істеу керек? Вот көп маған сұрақ келеді, біз ата-ана не істейміз ағай? Жарайды, хорошо, сіздің жұмысыңыз жаңағы белгілі, оны да қазір біраздан көрсетермін. Ата-ана бұл өте маңызды. Менторство тек қана бізбен болатын нәрсе емес, менімен болатын нәрсе емес, немесе белгілі бір ұбт орталықпен болатын нәрсе емес, немесе частный школа берген болса онымен болатын нәрсе емес, мектепке бердіңіз онымен болатын нәрсе емес, немесе балаға бүкіл жағдай жасадыңыз, бала жаңағыдай компьютер бар, бөлмесі бар, емес. Менторство жалпы ата-аналарды арнайы қолдау керек. Ең біріншіден маңызды мәселе, құрметті ата-аналар. Ең біріншіден балаңыздың жаңағыдай таңдауына қолдау көрсету. Бағыт бағдар өте маңызды. Яғни сіз алғашқы негізі профориентолог бұл ата-ана, хабарыңыз болсын. Көп жерде осылай ата-аналар қателеседі, өкінішке қарай. Бәрін балама бердім, бәрін балам шешеді. Шешпейді. Ол әлі бала. Баланың аты бала. Баланың тірлігі шала. Сондықтан ата-аналар, егер сіз тыңдап отырған болсаңыздар, балаңызбен бір толқында болыңыздар. Балаңызбен бірдей уайым қайғы болса керек болса, балаңызбен бір нәрсені жаңағыдай ойланыңыздар, балаңызбен бір шешімге келіңіздер, түсіндіңіз ба да? Яғни балаға өзің біл деген нәрсе ол дұрыс емес, мен қабылдамаймын. Келесіз ғой? Мүмкіндігінше бұл жерде ата-ана жаңағыдай балаға өз ойын былай жаса деудің орнына баламен бір толқында керек болса ағылшынша ай контакт дейді мысалы да, көзбен көз, ал сен қалай ойлайсың деген сияқты бір стильный вопрос дейді, күшті сұрақтар қойып баланы ашуға тырысыңыздар, жақсы ма? Біз енді барынша бұйырса балаға маман таңдап береміз, бұл бөлек әңгіме. Бірақ соған қарамастан ата-ана осындай кезде маңызды, яғни мен сенің қасыңдамын айналайын, мен сені қолдаймын деген сияқты осылай бір қолдауының өзі ол балаға үлкен шабыт береді, жақсы ма? Бір толқында деген өте маңызды мәселе. Бір бала дегеніміз кей кезде көп ата-аналар жаңағыдай бала ұбт-мен жүр, мысалы да, ата-ана мына жақта той домалақ дейді, жаңағыдай басқа нәрсемен жүр, өзінің шаруасы жұмыспен. Иә, түсінемін, жұмыс маңызды болу, бірақ именно осылай өтпелі кезеңде 10 сыныпта балаңызбен бір толқында болу өте маңызды. Бұның мен бір өкінішке орай бір ащы шындығын не істейін, бір семинарда қалжың аралас әкесі қызына қарап, қызым, сен уже 11-ге келдің бе деп еді, ана қыз жылады. Әке игнор ғой бұл дейді да, әлі менің 11-ге келгенімді қалай білмейсің деген сияқты. Яғни маман таңдау, қай университетке бару вообще қатысы жоқ мысалы да. Сондықтан бір толқында болу, балаңызбен нақты бір маман таңдап, бұйырса бірге, жақсы ма? Таңдауына қолдау көрсетіп, қай универге барады, оның шекті балы қалай, қай қалада орналасқан, мысалы да, кім болады ертеңгі күні, соны бар керек болса қолдан ұстап бірге сол универді зерттеу, қарап, бұның өте маңызды мәселелер, жақсы ма? Жалпы балаңыз кейбір кезде қателесуі мүмкін, бұл қалыпты жағдай. Ата-ана яғни вау деп жаңағыдай уайым қайғымен не болды сонда, қателестің ба? Емес. Қателесу қалыпты жағдай, өмірдің соңы емес. Бала қателесу арқылы өмірді үйренеді, мысалы да. Бұл өте маңызды мәселелер, сондықтан да осыған да өте маңызды жаңағыдай назар аударыңыздар. Кей кезде ата-аналарымыз қатты чересчур деп айтайын, мысалы да, шектен тыс уайым қайғы болады. Тырнағын істеп, ойбай, көршінің баласы андай екен, мындай екен деп салыстыра береді, мысалы да. Сен әлі жаңағыдай ұбт балың андай ма, неге аз, неге сабақты аз дайындалсаң, 3 сағат аз емес, 5 сағат, уайым қайғы деп баланы жеп қояды, мысалы да. Кей кезде бала осы уайым қайғыдан үйден қашқысы келеді, мен сізге айтайын, немесе тыңдағыңыз келмейді, мысалы да. Как будто сабақ оқыған сияқты телефон қолына бір нәрсе қойып алады да, яғни сіздің уайым қайғыңыз баланы екі есе ары қарай уайымдатқызады. Сондықтан да кішкене бұл жерде бір субординация дейміз ғой. Уайым қайғыңыз бар ма, көрсетпеңіз. Барып жаңағыдай мама болсаңыз әкесімен, әкесі болса анасымен отырып бір ақылдасыңыз, так не істеуге болады. Яғни бір қатты, иә, уайым қайғы болу керек, түсінемін, бірақ былай чересчур емес, күнде қадағалап не болды емес. Келістік қой да. Кейбір ата-аналар бар, мен енді курс алып бердім ғой, час мектепке бердім ғой, жаңа орталыққа жазғыздым ғой, мектеп мұғаліміне репетитор алып бердім ғой деп сабақтарын баланың өзі бере салмаңыз. Қадағалаңыз. Қадағалау деген әр секунд сайын, әр минут сайын, әр сағат сайын емес. Қадағалау былай уже балаңыз кішкентай емес, уже балаңыз 15-16 келген бала ғой. Давай аптада бір белгілі күндер немесе жаңағыдай керек болса
күнделікті белгілі сағаттар дейміз, минуттар дейміз, немесе аптада бір белгілі уақыттар, енді жұмысыңыз бар түсінемін. Аптасына жетеді деп ойлаймын. Осы апта не істедің? Келесі апта жоспарың қалай? Так, окей. Осы апта алған балың, допустим, осынша. Келесі апта қанша балл көтересің деген сияқты осылай сабақ қадағалау керек мысалы да. Шынымен де бала болғаннан кей кезде оқып жатырмын деуі мүмкін, бірақ мен сізге айтайын, кей кезде телефон көруі мүмкін, немесе ой басқа жерде болуы мүмкін. Сол фокус сабаққа арнауға тырысыңыздар. Әсіресе мына телефон мәселесі мені қатты қазір уайымдайтын осы соңғы 1-2 жылдағы үлкен проблема. Қазір жастардың көбісі 8-10 сағат телефон қарайды орташа. Иә, кей кезде онлайн сабақ қарап отырмын деуі мүмкін, бірақ бір проблема бар. Шынымен онлайн сабақ қараса проблема жоқ. Бірақ соның ішінде мына тиктокқа кіріп кетіп жатса, инстаграм кіріп кетіп жатса, әлеуметтік желіге кіріп кетіп жатса, это проблема. Кірмес деймін, кірсін, бірақ санаулы, уақытпен. Мысалы да, мен сізге айтайын, бір ары кетсе бір 2-3 сағат деп айтайын. Көрмесе емес, көрсін. Бірақ 2-3 сағат жетеді, одан көп керек емес. Күнделікті. Қазір күнделікті 8-10 сағат көреді жастардың көбісі, өкінішке орай. Бұның көбісі әлеуметтік желіге. Кей кезде мен тиктокқа кіремін, кеш жақын жаңағыдай 10-11-де, жаңағыдай кей кезде жұмыстан кеш келіп, жаңағыдай 1-де кіріп қаламын. Өңкей балалар отыр. Жаңағыдай жастар отыр, барлығы 10-11 сынып. Аға, грантқа түссем бола ма деген сұрақтар тұрады. Не істейсің? 11 сыныптың сен бұл сағат бір ұйықтау керек емессің ба, немесе сабақ оқу керек емессің ба деген сияқты. Бала 1-де түнде тикток қарап отыр мысалы да. Телефон көру уақыттарын балаңызбен ақылдасып шектеу қойыңыздар. Мен сізге айтайын, тикток өшір демеймін, бірақ мүмкіндігінше осылай бір 2-3 сағаттан асырмаңыздар, әсіресе әлеуметтік желі. Жақсы ма? Тағы үлкен проблема бар. Ата-аналар, бұл сіздің жасау керек менторствоңыз. Ерте жатып, ерте тұруына жағдай жасау керексіздер. Көп бала жаңа айтқанымдай түнделетіп жүреді 2-3-ге дейін. Негізі жаңағыдай, мен сізге айтайын ба, 11-ден кейін баланың миына кірмейді негізінде. Оны мына ми деген уже мусор деп айтайыншы былай. Уже былай бір күннің ақпараттары жиналып қалған, 11-ден кейін отырып, әшейін сабақ қарап отыр, мысалы да, әшейін кітап ашып отыр. Ол кіріп жатқан жоқ басына. Оның орнына сағат 11-де, максимум 11:30 ұйықтап, мысалы да, ерте тұруын жағдай жасаңыздар. Керек болса бірге тұрыңыздар, үйреніңіздер, әдетке айналдырыңыздар. Бұл өте маңызды. Ерте жатып, ерте тұру бұл 7-ден 70-ге барлығымыздың бір күнделікті жасау керек жұмыстарымыз. Сондықтан да бұл өте маңызды мәселе. Қараңыз, мен сізге кеңесім, сағат 23:00 керек болса күнделікті алярм қойып, болды сол 23:00, яғни телефонды 10-нан кейін қарамаудың жолын қарастырыңыздар. 23:00-ге дейін былай жаңағыдай кішігірім отчет алып, бүгін не істедім, соңғы жаңағыдай заключение жасап, өзіңіз есеп беріп, сағат 11-де ұйықтауға көңіл бөліңіздер. 11-11:30-да. Қалыпты жағдай осы. Баланың миы сол кезде не болады. Оның орнына ерте тұрып, мысалы, түнге 2-3 сағат бүйтіп түсінбеген нәрсеңіз, мен сізге айтайын, азанда балаңыз не істейді? Ерте тұрып, тез қабылдайтын болады. Соған жағдай жасаңыз, жақсы ма? Керек болса сіз ұйықтаңыз. Яғни сіз отырып түні бойы кино көрсеңіз, сіз қыдыратын болсаңыз, балаңыз сізге қарап уже бой түзейтін болады. Сондықтан сіз де бұл жерде мүмкіндігінше балаңызбен бірге 11-де ұйықтауға тырысыңыздар. Тамақтану мәселесі, бұл да маңызды мәселе. Именно осылай 10-11 сыныптарға имтихан кезінде кейбір балалар жаңағыдай көп газ дейміз, жаңағыдай кола, фанталар болады, немесе майлы тамақ сіңбейді. Бала тамақ сіңбеген кезде мен сізге айтайын ба, ішкі орган ғұр етіп жатыр, бала сабақ оқи алмайды мысалы да, ішін ұстайды деймін жаңағыдай. Сондықтан да мына жалпы правильный питание дейміз, ПП дейміз, мысалы да, тамақтану мәселесіне көңіл аударыңыздар. Баланың жаткершілігін дамытатын мысалы да, әртүрлі балық дейді, жаңағыдай жаңғақ дейді мысалы да, сол нәрселерді көп беруге тырысыңыздар. Енді бұның темаға кірмей-ақ қояйын, мен бұның эксперт емеспін, бірақ гуглдан іздесеңіздер, дұрыс тамақтану немесе правильный питание десеңіздер, әсіресе 11 сыныптарға имтиханын не істеу керек мысалы да, осының барлығын уже сізге талай Google шығарып береді, ChatGPT шығарып береді. Ашып қараңыздар да, соған байланысты тамақтану мәселесіне көңіл аударыңыздар. Және кейбір ата-анамыз астырады мысалы да, сентябрьде бүйту керексің ғой, ойбай, октябрь болды ғой деген сияқты мысалы да. Керек емес, астырмаңыздар. Мен оның бәрін қазір түсіндіремін. 10-шы сыныпта не істеу керек, 11-де не істеу керек, қанша бала жету керек, осының барлығын бұйырса уақытымен түсіндіремін. Балаға астырудың ешқандай қажеті жоқ. Астырған бала керісінше асығу арқылы көп нәрсені былай жеңіл желпі істеп кетеді, немесе сізге кешірместен показуха, как будто істеп жатқан сияқты болады, бірақ ертең фокус онымен жасамайды. Сондықтан да балаға астыру қажет емес, лучше осознанный, асықпай жасасын. Жалпы, ал енді сіз құрметті талапкерлердің мақсаттарына. Жарайды, ата-анаңызды түсіндік, хорошо. Сіздің мақсаттарыңыз болу керек, жақсы ма? Егер осы видеоны балаларыңыз көрмеген болса, балаларыңызға жіберіңіздер. Осы бөлшегін керек болса бала көру керек. Ең алдымен мамандығыңызды нақтаңдаңыздар. Құрметті 11-лер. Бұл өте маңызды мәселе. Яғни ешқандай сомнение болмасын. Сомнение болды ма, все, бітті. Сіз бір емес, екі емес, 5 курс ала қойыңыздар, дым пайдасы жоқ. Өйткені әлі баратын мақсаттарыңыз айқын емес. Көрдіңіз ғой да? Яғни сіз әлі Астанаға ма, Көкшетауға ма, әлде Шымкентке ма, жаңағыдай Ақтау атырауға ма, Ақтөбе ме, қайда барарын білмейсіз, көлік іздеп жүрсіз.
Қандай көлік ешқандай сізге пайдасы жоқ, көрдіңіз ғой да? Сондықтан да нақты бағыт, бұл нақты мамандық пайдалы білу керексіздер. Маған биыл өте көп бала келді мысалы да. Әсіресе мына август, сентябрь айда "Аға, жаңағыдай, маман нақты емес, былтырдан бері курс алып жүрмін". Мен айтамын: "Курстың не пайдасы бар, әлі маман нақты емес". Сол ағай дейді да: "Уже 1-2 таңдау пән өзгертіп жатырмын" дейді. Яғни ана курстың уже всё, бос сөз деген сөз ғой, бос сөз. Сондықтан да жалпы енді байқасаңыздар, менің, бұл жерде ең үлкен фишкам деп айтайын сізге, мамандық таңдамай сізге ары қарай ешқандай, не істемеймін, бағыттамаймын, хабарыңыз болсын. Жалпы, күнделікті, құрметті 11-лер, күнделікті, бір 3-4 сағатты ұбт арнаңыздар. 7-8 сағат көп. Мен сізге айтайын, ол сіз зомби емессіздер, сіз адамсыздар. Түсіндіңіз да? Робот емессіздер. Күнде 3-4 сағат былай жетеді. Бірақ фокус онымен. Фокус онымен 3-4 сағат дегеніміз не білесіздер ме? Фокус онымен дегеніміз керек болса мысалда 45 минут полный сабақ оқып, 5-10 минут демалу. Сол 45 минуттың ішінде телефон ештеңе болмау керек қастарыңызда. Тып-тыныш өзіңіз мысалда, яғни сабаққа көңіл бөлсеңіз ғана түсінесіздер. Ал егер сіз жаңағыдай сабақ оқып отырып, телефонмен сөйлесіп, TikTok қарап, қазір бір жаққа барып қайтайын деп, ол бітті, все, фокустан кетті ма, сізге керек болса 10 сағат отырыңыз, дым кірмейді мынаның басыңызға. Сондықтан да күнделікті белгілі режиммен, яғни 3-4 сағат фокусымен дайындалсаңыз, былай жетеді. Яғни сіздің бұйырса 120-130 плюс алуыңызға еш нәрсе кедергі емес. Жақсы ма? Ерте жатып ерте тұру. Бұл сіздің әдетке айналдыру керек ең басты қағидаңыз. Бұны күнделікті мамаңыз айтсын айтпасын маңызды емес. Сіз өзіңізге уже кішкентай бала емессіздер, уже 15-16-ға келдіңіздер. Мен сағат 23:00-да ұйықтау керекпін деп миыңызға құйыңыздар. Керек болса алярм қойып қойыңыздар. Все, 23:00, все, өшіремін барлығын деп. Өйткені мен сізге айтамын, 11-ден кейін миға кірмейді. Уже қанша жылдық мен көріп жатырмын, өзім осы саладан өткен адаммын, қанша жылдан бері сіз сияқты мыңдаған баланы дайындап жатырмыз, бағыттап жатырмыз. Шынымен 11-ден кейін бүйтіп зомби сияқты отыр. Деп мысалы да, керек емес. Оның орнына түнде дайындалудың орнына лучше ерте жатып, ерте тұрыңыздар. Мен сізге айтайын, керек болса 6-да тұрып, мысалы да, түндегі 2-3 сағатта түсінбеген нәрсеңізді азанда, таңның берекетімен 1 сағатта түсінуге болады. Әсіресе жаттау мәселесі, қиын шешімдер болуы мүмкін мысалда, таңда қоюға тырысыңыздар. Жақсы ма? Енді, тағы бір мәселе бар. Осындай кезде менде, телефон мәселесі, құрметті талапкерлер. Телефон мәселесін мен максимум 3 сағат деп қоямын. Әлеуметтік желі әсіресе, TikTok, Instagram, мына, YouTube Shorts дейді мысалы да. Ойындарыңыз бар, білмеймін енді әртүрлі нәрсеңіз бар. Яғни 3 сағаттан асырмаңыздар. Мен қазір қарап отырмын, средний, орташа, телефон қарау уақыттары, әсіресе 11-лерде өкінішке орай 10 сағат, 11 сағат, даже рекорд кейде 14 сағат, 15 сағат барады. Кей кезде мен түнде, жаңағыдай TikTokқа, кіремін, мысалы да, 11-12-лерде кейде, тікелей эфирге бір нәрсе болады мысалы да, сабақтарымыз болады. Сол кезде кіріп қарасам, көбінесе балды жастар отыр, 10-11-лер барлығы: "Ағай, грантқа түссем бола ма? Қалай мамандық таңдаймын?" деген сияқты. Қараймын, 10-11-лер мысалы да. "Не істеп жатсыз?" десем, сол типа сабақ оқып жатыр. "TikTokта отырсың ғой" десем, күліп қояды мысалы да. Былай қарасаңыз, мен ол TikTok өшіріңіз демеймін. Өшірсеңіз вообще күшті болар. Өшірмесеңіз де хотя бір 3 сағатқа лимит қойып қойыңыз. Мына Инстаграмда әсіресе мына, экранное время деген бар ғой, мына айфонда немесе, андроидта болу керек. Соның ішінде өзінің бір не бар, әлеуметтік желіге, мысалы TikTokқа 1-1,5 сағат, Инстаграм 1-1,5 сағат деген сияқты шектеу қойсаңыз болады. Тамақтану мәселесіне өзіңіз көңіл аударыңыздар. Қатты майлы тамақ, жаңағыдай кола-мола емес, жаңағыдай мүмкіндігінше жеңіл-желпі, мына миды, жаттықтыратын. Оны енді ата-анаңызбен ақылдасыңыздар, Гуглдан қарап көріңіздер, қандай тамақ ішу керек, қандай тамақтар сізге миыңызға жаттауға жаңағыдай, пайдалы, қандай витаминдер ішу керек, оның барлығын Гуглдан, ChatGPT іздеп қараңыздар. Ата-анаңызбен ақылдасып, жаңағыдай денсаулықтарыңызға зиян келмейтіндей, керек болса арнайы дәрігеріңіз болса, дәрігеріңізбен ақылдасып, осындай правильный питаниеға көңіл бөліңіздер. Жақсы ма? Енді, осындай кезде уже мысалы уже сіздер белгілі деңгейде, курс алып жатқан боларсыздар. Мейлі бізден, мейлі басқа маңызды емес, мысалы да, тапсырмалар береді мысалы да, кураторларыңыз күнделікті жинап бірақ та істемеңіздер. Сол күні істеңіздер. Бұл өте маңызды. Өйткені мен сізге айтайын, білім бір күнде келмейді. Білім ұзақ мерзімді жоспарлау жүйелеумен келеді. Сіз күнделікті 10-15 минуттың тапсырма арнасаңыз, жарты сағат, 1 сағат тапсырма арнасаңыздар, күнделікті істеген жұмысың ертең жемісін береді. Күнделікті 10 бет кітап оқыған адам 1 жылда 3600 бет кітап оқиды. Қараңыз, бұл не деген сөз? 10 кітап деген сөз. Көрдіңіз бе, да? Күнделікті 5-10 килограмм, жаңағыдай штанга көтерген адам, мысалы күнделікті бір салмақ көтерген адам, мен сізге айтайын, 1 жылдан кейін смело 90-100 килограмм көтереді. Неге? Дене үйренді. Сол сияқты, яғни мына білімде де бірден отырып 5-6 сағат бүйтіп керек емес. Күнделікті жаңағыдай бір-екі, параграф жазған адам 1 жылдан кейін 1 кітап жазуы мүмкін. Сол сияқты тапсырмаларды, яғни мейлі частный школа оқыңыз, мейлі жаңағыдай онлайн, офлайн оқыңыздар, мейлі жаңағы репетитормен тапсырма берді ме, күнделікті орындаңыздар. Миыңызға құйыңыздар. Мен бүгін осыны орындау керекпін. Жақсы ма? И бұны тайм менеджмент жасаңыздар.
Егер 10 сынып болсаңыз, мен сізге биылға мақсат бұйырса, жақсымы, енді арамызда 10 сыныптар да бар, білемін. 90-100 баллға дейін көтерсең, яғни бұйырса осы сентябрь, октябрь бастадыңыздар да, мамырдың соңына дейін сабақтар болуы мүмкін сіздерге. Кей кезде бәлкім маусым, шілдеге дейін де жылжуы мүмкін. 90-100 баллға көтерсеңіз, это вообще супер. Өте керемет деген сөз. 10 сыныптар құлағыңыз алтын сырға болсын, жақсы ма? Яғни керек болса енді қаңтар, одан кейін наурыз, енді ұбт-ларға сіздер кіре алмайсыздар, бірақ пробный ретінде ақырындап уже 70-80 балл қоя беріңіздер. Мамырдың соңына дейін 90-100 баллға келсеңіз, сіз бақыттысыздар. Яғни сіздер келер жылы қыркүйек айында пробный сұраған кезде, мысалы да, мен 90 балл дейтін болсаңыздар, бұл үлкен жетістік. Яғни 11 сыныпта сіздердің уже қаңтарда, наурызда негізгі ұбт-ға бұйырса 110, 120, 130 қоюыңызға нағыз осы 10 сынып маңызды әсер етеді. Ал 11 сынып болсаңыз, арамызда 11 сыныптар бар, өте көп. Қош келдіңіздер тағы да. Сіздерге мақсат, қазір дайындалып бастадыңыздар, тфай-тфай. 1-2 ай мен сізге тиіспеймін, полный фокусон осыған бересіздер. Қаңтарға дейін, бұйырса қаңтар, наурызда арнайы сіздің алдына келсеміз бұйырса 90, окей. 80-90 балл қаңтар, наурыз 90 плюс, 100 плюс, негізгі ұбт уже 110-120 плюсқа. Жақсы ма? Енді арамызда кейбір білем, уже осы неден бастап, қыркүйектен бастап 90-мен келгендер бар. Яғни былтырдан бері дайындалып жатқандар бар, білем, тфай-тфай. Оларға уже қаңтарда бұйырса 100-110 плюс, наурызда 110-120 плюс, уже негізгі ұбт-ға 120-130 плюс қоюға болатынын ескертейін. Бұл да мақсат қою сабақтарымызда арнайы бұйырса түсіндіріп кететін боламыз. Жақсы ма? Бұйырса 10 сынып оқушылар түсінікті ғой да, барлықтан 10-11-лер. Осыны құрметті ата-аналар, осы именно бөлшегін керек болса кесіп аласыздар ма, жаңағыдай осы видеоны балаларыңызға көрсетіңіздер дегім келеді. Ал енді біз тараптан сізге қандай қолдау болады? Бұйырса енді қош келдіңдер тағы да VIP группамызға. Енді басым бөлігі VIP группада, кейбіреулері голд алған болуы мүмкін, бірақ негізі басым бөлігі VIP группада. Жалпы енді менторство дегеніміз, бағана айтып кеткендей, менторство бұл бір жылдық қолдау. Яғни бір жылдық қолдау дегеніміз, яғни кейбіреуіңіз кейін де келуіңіз мүмкін. Біз жалпы жылдың соңы деп 25 тамыз деп айтамыз. Көрдіңіз ғой да, неге? Өйткені 25 тамызда приемный комиссия аяқталып, әсіресе 11 сыныптар студент болатын кез болғаннан кейін 25 тамызға дейін дейміз. Жалпы бұл жерде басты мәселе дұрыс маман таңдап, ұбт-тан жоғары балл алып, грантқа түсіп келетін талапкерлерге арналған бір үлкен жоба, арнайы жоба. Яғни мейлі колледж түлектері болсын, мейлі мектеп оқушылары болсын, жаңағыдай, әсіресе осы жылғы түлектер. Немесе алдыңғы жыл түлек болса да, биыл осы грантқа түсіп келетін жаңағыдай үміткерлер деп айтайын, жақсы ма? Жалпы менторствоға не кіреді? Менторствоға ең алдымен мамандықты нақты таңдау кіреді. Бұнсыз біз ары қарай әрекет жасамаймын. Менің жалпы ең үлкен фишкам осы, мамандықты дұрыс таңдамаған баладан ешқандай нәтиже күтпейміз. Біз күте алмаймыз да, жақсы ма? Әсіресе маған көп қазір орталықтар хабарласып жатыр, частный мектептер хабарласып жатыр мысалы да. Өйткені көп жерде ол жақта жас балдар болғаннан кейін баламен көп жұмыс істей алмайды, ата-анамен жұмыс істей алмайды. Ата-аналардың үлкен проблемасы жаңағыдай, әлі баламда сомнение бар дейді. Мен түсінемін. Сомнение бар баладан өкінішке орай ешнәрсе күте алмаймыз. Неге? Биыл көрдік мысалы, сомнение көп балдардың алған баллы өкінішке орай 30-40 балл, 50 баллға жеткен жоқ. 50 мыңнан аса бала шекті балл ала алмады. Неге? Сомнение бар. Мамандық нақты емес. Көрдіңіз ғой да? Жүйе жоқ, дайындық жоқ. Сондықтан да ең бірінші фишкам бұл не? Мамандық нақты таңдау. Оның ішіне әрине профтесттеріміз кіреді, икигай талдауымыз кіреді. Бұл үлкен бір жаңағыдай үлкен жұмыс, жауапкершілік. Оны неште өзім жасаймын. Оңай нәрсе емес негізінде. Бірақ енді тәжірибе ретінде айтайын, уже бір қалай десем болады, қанша жыл осы жүргеннен кейін, мыңдаған баламен сөйлескеннен кейін, уже баламен бір-екі кездесуден кейін нақты бағыттарды біз шығарып бере аламыз. Ол жағынан біз жауапкершілік өзімізге аламыз бұйырса. Мамандық нақты таңдамай, ары қарай әрекет жасамаймыз. Таңдағаннан кейін барып уже жаңағыдай ұбт-ға бағыттаймыз. Серіктестеріміз бар, орталықтарымыз бар мысалы да. И бастаған мейлі кейбіреу бар, ағай біз өзі час школа оқып жатырмыз, бізге осылай жасақ бола ма дейтіндер бар, ешқандай проблема жоқ. Олар да голд пакеттің ішінде жүргендер болса, олар не істейміз, уже 2-3 ай тиіспеймін, өйткені ұбт мен үшін маңызды, ұбт-ға полный кіреді, уже біз ұбт-ға дейін кейін кездесулер жасаймыз. Яғни дейін қалай болады? Мотивациялық кездесулер болады, тайм менеджменттер, арнайы телеграм каналын қосамыз бұйырса, мысалы
мысалы маңызды. Кейін уже свот анализдер. Қанша балл аласың, неге мынаны аз, неге көңіл бөлу керек деген сияқты бұл өте маңызды. Көп жастар осыны жасамайды мысалы да. Бір емтихан тапсырады, кетіп қалады. Жоқ, әр емтиханнан кейін свот анализ жасай білу өте маңызды. Әр керек болса пром тесттен кейін жасау маңызды. Жақсы ма? Бұйырса арнайы мына тайм менеджмент мәселесі телеграм каналда сілтемелердің бәрін береміз. Бәлкім уже қосып жатқандар бар шығар. Кейіннен келгендер телеграм каналға қосылып алыңыздар. Қосылмаған болсаңыздар QR кодтың бәрін сілтемесін жібереміз. Жақсы ма? Одан кейін әсіресе енді график бойынша бұйырса енді осы қаңтар алдымыздағы бұйырса қаңтар наурыз кездесулердің алдында арнайы бір жеке кездесулер қойғым келеді. Неге? Өйткені ладно, сабақтар маңызды ғой, бірақ жеке кездесулер мен үшін маңызды. Әр балаға бір 15-20 минут, жарты сағат уақыт бөліп бір осылай бір кішігірім тамыр ұстағым келеді, ата анамен сөйлескім келеді. Жақсы ма? Оның барлығын бұйырса біздің менеджерлер сізбен жеке байланыста болады. Әсіресе де декабрь деп айтайын сізге, мына ұбт-ның алдына қарай. Өйткені бір екі ай сізге тиіспейміз. Сентябрь, октябрь, бір қарашада, ноябрь, осы 2-3 ай полный ұбт-ға дайындалып, уже белгілі деңгейде бір балыңызды көтеріп алыңыздар. Жақсы ма? Ондай кезде просто сізге тайм менеджментті, қосымша сабақтарды телеграм каналда беріп отырамыз. Жеке кездесулерді бұйырса уже осы қараша алдымыздағы жаңағыдай желтоқсан, қаңтар айларында бұйырса жасайтын боламыз. Так, одан кейін маңызды мәселе, қосымша гранттар туралы көп ақпарат береміз бұйырса. Бұл өте маңызды мәселе. Әсіресе кейбір гранттар бар, уже қаңтар айында басталады, соны уже біз айтып отырамыз. Мынандай қосымша грант бар, бақ тапсыр деп. Енді көп ата-ана бұл жерде осы үшін келіп жатыр бізге. Енді ата-ана басқа жұмыстар көп болуы мүмкін, өзінің бір бизнестері болуы мүмкін, уақыт жоқ. Мысалы, бала да күнде сабақ дейді, немесе басқа немен алаңдап, мына қосымша гранттардан жіберіп алуы мүмкін. Біз осының бәрін айтып отырамыз, тапсырғызамыз. Давай сен тапсыр деген сияқты. Қандай құжаттар керек оған, қашан тапсыру керек, қайда тапсыру керек, сілтемесін жіберіп отырамыз. Бұл өте мен үшін маңызды мәселе. Өйткені қосымша гранттарға қатысып қаншама грант иесі атанған өзімнің шәкірттерім бар. Одан кейін маңызды мәселе, приемный комиссия кезінде 4 таңдау қолдауды жасаймыз бұның барлығын. Бұйырса уже қаңтардан бастап сіздерді қоса бастайды, жаңағыдай арнайы VIP группада бұйырса шексіз сұрақтар. Неге? Өйткені мына жаңағыдай ішкі грант қатысайын ба, мына грант, фонд грант, әкімдік грант, немесе мынаны бүйтейін деген сұрақтар көп болады. Соны VIP группада бұйырса сұрақ жауаппен уже істейміз, ашатын боламыз, сіздермен байланыста боламыз. Жақсы ма? Бір жылдық қолдау дегеніміз, тағы қайталап айтайын, 25 тамызға дейін жалғасады. Одан кейін уже тоқтатамыз. Уже сіз 10 сыныптар давай до свидания, студент боласыздар. 10 сыныптар тағы да келер жылдың басында бұйырса бастайтын боламыз. Жақсы ма? Так, егер арамызда мысалы частный школа еместер, немесе жаңағыдай жоқ қосымша онлайн сабақ алайын, ұбт-та 5 пән бар ма дейтіндер бар. Иә, бізде бар. Әсіресе біз серіктес орталықтарымыз көп. Солармен келісімдеміз. Жаңағыдай кімге қай орталық ұнайды, соның бәрін түсіндіреміз. Олар барлығы не істейді? Енді бүкіл курстардың почти бірдей. 99% деп айтайын, бірдей. Барлығы апталық, айлық өзінің тесттері бар. Арнайы куратор қадағалауы бар. Жақсы ма? Жаңағыдай порталдар болады, Zoom сабақтары, Google Meet сабақтары болады, күн сайын сабақтар болады. Жаңағыдай кері байланыстары бар, тапсырмалары бар, жаңағыдай конспект дейді, мынаны жаз дейді, жаңағыдай тест тапсыр дейді. Оны күнделікті орындап отырыңыздар. Мен сізге айтайын, почти 90-99% бірдей бәрінде. Мәселе сіздің маман таңдап, соған күнделікті тапсырманы орындауыңыз өте маңызды, хабарыңыз болсын. Осыны шешіп алсаңыздар, көп нәрсе шешіледі бұйырса. Жалпы енді мына менторствода кездесу уақыттарын мен қазірден айтып қояйын, сразу, жақсы ма? Чтобы ертеңгі күні соған байланысты миыңызда дайындық пайда болсын. Жалпы тағы қайталап айтайын, мына қыркүйектен бастағандарымыз бар арамызда. Қыркүйек, қазан айында топтар ашылады бұйырса, қосымша. Яғни бұл кезде мен көп тиіспеймін. Бұл кезде адаптация кезеңі, бұл кезде уже жаңағыдай осы курсқа қатысу кезеңі, бұл кезде мамандық таңдау кезеңі. Жақсы ма? Оны бұйырса кураторлармен байланыста болады, менеджерлермен байланыста болады. Жақсы ма? Уже осы қараша, желтоқсан айларында уже мотивация кездесулер бастайды. Мына 1-2 айлық, 3 айлық нәтижелер талдаймыз. Мына жалпы тайм менеджменттеріміз барлығы уже осы кездерде сіздерге пайдалы болады деген үміттемін. Қаңтар, ақпан айларында уже алда тіркеу, жақсы ма? Мына қатысуды қадағалау, одан кейін до
после жаңағы ұбт-дан кейін свот анализдеріміз, бұның барлығы бұйырса жоспарлы түрде болады. Одан кейін наурызға мақсат қоюды үйретеміз, негізгі ұбт-ға мақсат қоюды үйретеміз. Оның алдында кешінде свот анализдеріміз болады. Әрине тұлғалық даму жалғасады, өйткені мен үшін тұлғалық даму өте маңызды. Не үшін тұлғалық даму маңызды? Себебі тұлғалық даму дегеніміз бұл бала жан-жақты дамиды деген сөз. Яғни ұбт-да сәтті болғыңыз келсе, өзіңіз дамытыңыз. Менің үлкен кеңесім жастарға әсіресе, жақсы ма? Бұйырса уже мамыр маусым айларында негізгі ұбт өте маңызды, ең қызық кезеңі. Осындай кезде уже қосымша гранттар бола ма, қандай құжаттар керек, ақырындап уже айта бастаймыз ата-аналарға. Мысалда әсіресе қажетті құжаттар тізімінде бұл өте маңызды. Мына квота гранттар деген бар, соны айтамыз. Мысалда шілде тамыз айларында полный уже приемный комиссия кезеңдері, гранттар, 4 таңдау, университет таңдау, мына әкімдік гранттары, квота гранттары, жаңағыдай барлығын бұйырса өзіміз дер кезінде жеткізіп отырамыз. Ең бастысы осы группаларымызда белсенді болыңыздар, жіберген әрбір тапсырмаңызды уақытылы орындаңыздар. Бұйырса жеке кездесулерді сол кезде уже менеджерсмен байланыста болады, жақсы ма? Бұл да біздің жалпы кездесу уақыттарымыз. Осыны түртіп алыңыздар бір жерге.